Сәлеметсіздер ме, қымбатты достар. Бүгін Айна екеуміз сіздерге өзін-өзі жұмыспен қамтыған және бейресми еңбекпен айналысып жүрген азаматтарға арналған арнайы салық төлемі бірыңғай жиынтық төлем туралы айтып береміз. Айтпақшы, бұл өте қызықты тақырып. Әсіресе ковид індеті кезінде бірыңғай жиынтық төлем қазақстандықтар үшін өзекті болды. Бәрін рет-ретімен айтайық. Бұл төлем бейресми жұмыспен қамтылған немесе уақытша жұмыс істемейтін азаматтардың мемлекетпен қарым-қатынас тәртібін жеңілдетуге арналған. Ең бастысы, бірыңғай жиынтық төлем ресми түрде жұмысқа орналаспаған немесе уақытша жұмыс істемейтіндердің барлығына жинақтаушы зейнетақы жүйесіне қатысу құқығын береді. Зейнетақы шотына жасалатын тұрақты түсімдер жинақтаушы зейнетақы жүйесіне қатысқанын растайды. Бұл өз кезегінде мемлекеттен берілетін базалық зейнетақы мөлшеріне әсер етеді. Бірақ төлемнің бұл түрі тек зейнетақы жинақтары үшін ғана ыңғайлы емес, Айна. Бірыңғай жиынтық төлем иесі оны аударғаннан кейін міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінің қатысушысы бола алады. Ол медициналық мекемені таңдау құқығын беретін медициналық қызметтерге қол жеткізе алады. Сондай-ақ бірыңғай жиынтық төлемді төлеген адам еңбек ету қабілетінен, жұмысынан айырылған кезде заңда көзделген басқа да жағдайларда әлеуметтік төлемдер алуға құқылы. Шынында да, бір ғана кішкентай төлем көп пайдасын тигізе алады. Оны қашан және қайда төлеу керектігін айтайық. Бірыңғай жиынтық төлем тұрғылықты жері бойынша төленуі тиіс. Банктер мен ұйымдар арқылы азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясының банктік шотына қолма-қол немесе басқа тәсілмен төлеуге болады. Ай сайынғы төлем мөлшері елорда, сондай-ақ республикалық және облыстық маңызы бар қалаларда тұратын жеке тұлғалар үшін 1 айлық есептік көрсеткіш. Басқа елді мекендерде тұратын жеке тұлғалар үшін 0,5 айлық есептік көрсеткіш. 2022 жылы бұл сомалар тиісінше 3063 теңге және 1531 теңге құрайды. Сома мөлшері шама келетіндей шағын ғана, бірақ әп-сәтте біраз мәселені шешеді. Олжас, сома 4 бөлікке бөлінеді. Оның 10% жеке табыс салығын төлеу есебіне жұмсалады, 20% мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына аударылады, 30% міндетті зейнетақы жарналары ретінде бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына жіберіледі және 40% міндетті медициналық сақтандыру жүйесіне жарна ретінде есептеледі. Сіз үшін барлық аталған әлеуметтік бағдарламаларға қол жетімділік ашылады. Бірақ оны уақытылы төлеу керек екенін ескерткім келеді. Бірыңғай жиынтық төлемді өткен кезең үшін төлей алмайсыз. Әңгіме басында біз індет жайлы бекер айтқан жоқпыз. Дәл сол кезде көптеген кәсіпорындар жабылып, өз қызметкерлерін таратып жіберді. Олар үшін жұмыс беруші зейнетақы аударымдары мен табыс салығын қызметкерлердің жалақысынан автоматты түрде төлеп отырған еді. Сол кезде үкімет мұндай азаматтарға қолдау ретінде жәрдемақы төлеу туралы шешім қабылдады. Жәрдемақыны зейнетақы жарналарын бірыңғай жиынтық төлем арқылы үнемі төлеп жүрген азаматтар алып отырды. Сол кезде көптеген адамдар бірыңғай жиынтық төлемнің пайдасын сезінді. Сондықтан біздің кеңес: егер сіз уақытша жұмыссыз болсаңыз, немесе қандай да бір кезеңдік жұмыста жүрген болсаңыз, бірыңғай жиынтық төлемді уақытылы төлегеніңіз жөн. Сіз бірыңғай жиынтық төлемді өзіңіз үшін де, басқа біреу үшін де ағымдағы кезеңге және күнтізбелік жылдың келесі айлары үшін төлей аласыз. Бұл өте тиімді және ыңғайлы. Бұл төлем онлайн режимінде де қолжетімді, яғни оны төлеу үшін үйден шығу қажеті жоқ.